Сәлем достар, бүгін сіздермен қазақтың ұлттық тағамы десерті женттің жасалу жолымен бөлісетін боламын. Қажетті заттардың мөлшерлерін видеоның описание бөліміне жазып кетемін. Тағамның басты ингредиенті тарыдан жасалған талқан. Оған қантты немесе қант ұнтағын саламыз. Енді барлығын күрекшемен немесе қасықпен араластырып аламыз. Араластырып болған соң бөлме температурасындағы немесе ерітілген сары майды саламыз. Одан соң қою сүтімізді, яғни сгущенканы құямыз. Табиғи балды қалауларыңыз бойынша салсаңыздар болады. Ол талқанға ерекше дәм береді. Алдымен қасықпен, одан соң қолмен барлығы біріккенше араластырамыз. Өз қалауларыңыз бойынша мейіз қоссаңыздар да болады. Қолымызбен осылай біріктіру арқылы дайын немесе дайын еместігін тексереміз. Мен мұздатқыштың мұз жасауға арналған формасын алып, жент жасаймын. Кез келген формаға салып, әсемдеп ұсынсаңыздар болады. Талқанды формамызға салып, тығыздап, формасынан шешеміз. Дайын болған жентімізді тоңазғышқа бірнеше сағатқа салып қоямыз. Салған сұйық заттарымыз қатып, формасын жақсы ұстайтын болады. Осындай керемет жентіміз дайын болды. Дәмі өте керемет болып шықты. Сіздер де осы әдіспен жасап көріңіздер. Каналға тіркелуді, лайк басуды ұмытпаңыздар.